Так. Мен неге осындай дәу? Ютубта мына жителдің не көп кішкентай ғой? Так, кім түсірген? Мына ауылдағы жителдің не кішкентай. Менікі де сондай необычный болмай ма? Иә, сондай болу керек. Так, оған материал керек емес. Осы енді кішірейте салам бол. Сонда мен ауылдағы ең кішкентай болам. Иә, таза идея мынау. Е-мое, так, келесіге өткізейінші. Так, сағат 12 болған ба? Так, далаға кішкене барып зеріп келмесем. Так, камераны қосайын. Все, бәрі дұрыс. Хей, бәріқтарына сәлем достар, бүгін мен әдеттегідей Лейман және де достар. Бүгін мен үйде дофига уақыт отыр, сағат таңғы 6-дан бері 12-ге дейін чисто телефон көрмей өткіздім. Шортс көрдім, короче. Енді далаға шығып кішке зеріп келем. Бүгін енді білмеймін не түсірем. Ұнайтын бір нәрсе түсірем деп ойлаймын. Айтпақшы, көршіге барып келуге керек, просто кеше оған. Жоқ, ол маған бет. Короче, ұмыт қалдым, сол сұрайын. Бір зат берген, или ол маған берген. Так, кетейік. Далаға шығайық. Ой, е-мое. Так, камера достар, что-то дұрыс көрінбей тұрайын. Все, бәрі дұрыс. Что-то батыжа, ұнады ма мен нем саған? Көрінбей мен бүкіл басқа ауылдағы жителдердегінде иіс соқтым. Ұнады ма дегенде үйін что-то достар, мынау үйін не істеп саған кішірейтіп тастаған ба, немене біле? Жедел не істегенсің маған бәрін? Айттым ма жаңа ғана, басқа ауылдағы жителдер сияқты қазір осындай модада екен. Мен бір жителді көрдім әйтеуір, прям узкий-дым соққан. Енді осы сияқты мен өзімдікін істедім. Ұнай ма, айтшы. Маған да ішіне кірсем болады ғой? Болады, кіре бер. Жарайды, кіре берейін. Болды ма? Төсек қана? Жедел сен анда төсек қана ғой енді? Иә, сол проблема отыр, менде үйде тек төсек қана. Өтініш маған бәрін дұрыстап, сундықтағы заттарын бәрін істеп берші. Ішіне кіргізіп берсе, мен ақшасын төлеймін. Ақшасын төлеймін дегенде, мынандай үйге қалай кіргіземін оны? Так, достар, видеодағы артық-жоқтарды кешіріңіз. Так, достар, е-мое, мынаға мен қалай кіргіземін? Білмеймін енді. Так, жедел, сен точно уверенсің ме, что мен мұнда бүкіл заттарды сыйдырамын? Иә, егер сыйдырса, менде саған сыйақы болады. Сыйақы деген уже нормально. Так, ендеше көрдік достар, мұнда не бар? Мына заттарымды сыйдырым керек қой. Что-то екі верстак, екі печка слишком көп сияқты. Мұнда не? Мұнда olan заттар. Достар, если үйде балалардың дауысы шықса, онда кешірім. Просто үйге қонақтар келген, и так далее. Сіздерге қонақтар келсе де видео түсіндіресің. Так, все, достар, енді мынаны қалай кіргізем? Стоп! Айтпақшы, мынаны ше? Мына жерге де сол керек. Қазір мен мынаны киркасы бар, да? Так, мұнда вроде екінші это сол болады. Аламыз. Оп. Все. Так, бұны аламыз да, мұнда тұрған бастапқысы, мұнда қылдырамыз. Стилге слишком низко болмайды шығар, да? Қазір өзім қойыншы, эксперимент. Мұны кірген, потолок. Жоқ, низко емес, үш блок қой, Есі бұлай. Нормально. Так, сосын оны дейміз да. Так, ол бізде мынаны жақсы көреді. Жайтында жылы болсын, оған не қойық. Дәл кіреберісте бұлайына не тұрса жаман қойды. Жайт бұрынғыларына қойық. Так, кіреберісте так болса бізде не бар? Нижний полка, печка и төсек. Так, достар, енді бізге... мұнда шуға керек қой. Так, ол ояқта немен өрмелейді.
саты алып келейін. Жедел, короче, сен нейінді зорлдырып жатыр. Өзгертсем ренжімейсің ғой, иә? Жоқ, әйтеуір бәрі маған істеп берсе ренжімеймін. Все, қазір күте тұр. Так, достар, міне мен таптым складтан саты. Так, енді бұны біз мына жерге қоямыз. Мына жерге 10 жетеді деп ойлаймын, иә? Жету керек. Қайда, енді не істеймін? Короче, мұнда қойсаңыз. Бұнда да қойылмайды. Так. Все, гениально. Так, достар, мен гениймін, общем айтқанда. Өтінімізді. Мында шығамыз. Мұнда достаточно орын бар ғой. Так, екінші төздеуге болады. Так, мұнда бізде міне дәл мына кіріп жағында шығамай қалады. Так, не істейтін болады? Мұнда бізде міне идея. Міне мұнда орамай екен. Так, сосын не? Так. Мына ше. Мына көрінбейді ғой дауа қылығын. Сондықтан мұнда мына кризде болған перхаттаймыз. Мұнда мынаны. Так, енді, жоқ. Верстакой ғой да, жоқ. Верстак бізде жоқ тұрса, сондықтан осыны деген мұнда верстак қоямыз. И мұнда нағын қойсақ. Има ашылады. Так, ашылады деген тұрса. Мұнда нағын заттағын мұнда перхатта жейіп. Кітап бізге керегі соқмайды. Так, все, достар, бізге енді не керек? Так, қалған салынбаған. Вроде бәрі салынды. Е, так, мынаны қайда перхаттасам болады? Пах, шыққын, майгар. Достар, осыны деген ана алайын салынсын ғой, енді неше? Екі актіңізде полка. Дети жоқ оған? Оқуға. Так, бір верстакты печка мұнда қойып, суық боққа. Все, қалғандан саласаңыз. Стоп, мұнда факел қоймады бұл. Мұнда. И мұнда қойып. Да, ойбай, достар, ол несін, текасын салуға ұмыт кеттім. Қалайыз. Дәсе, вроде өзімдікі ғой да, или оңғы ба? Жоқ, өзімдікі. Дәсе, детельге айтайын, ұнасы көрінді. Төсі қарасақ, істене қамады ма? Вроде істене қамады. Детель, сен бұл шын қара кесен болады. Жет, қош көрейін. Мәссаған, мен мейін ба? Кішкентай болса да көп зат сейді. Детель, что-то ұнады ма саған? Я, ұнады. Екінші төзді көрім. Бәрін сақойсын ғой. Прям ұнады, рахмет саған. Ал енді саған сияқымды берейін. Я, тез берші. Жоқ, батылды сияқым менен. Мен саған көп деген ризашылық білдіремін. Саған Алла разы болсын. Рахмет, детель. Короче, давай онда. Все, давай. Сияқсы мощный екен, достар, короче. Дайт, хотя Алла разы болады. Так, достар, енді осы жерде видеоны аяқтайтын шығармын. Общем деген достар, сіздермен бүгін болған мен Лейман. Арнатыға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпай кетпеңіздер. Достар, видеодағы аты заттасын өте қатты кезім сұраймын. Но уақыт өте келе өзім айтқанда, енді күнде айтамасын сіздерге, оның бәрі түзеледі. Бір-екі айда түзеледі деген айтамын. Примерно айтайын сіздерге сәуірде түзеледі. Ойындамаңыздар сондықтан. Пока что болса енді көре тұрыңыздар. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Лейман, әдеттегідей. Сәлем, сау болыңыздар. Молодец, сол. Қызыл кнопканы сұру айналдырдың ба? Все, молодец, сен мен подписчигімсің. Ал подписчигім сәлем, сау бол.